Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ары қарай басқа мақсатты жарнамаларды жасауды көрсетемін. Біз бұған дейін трафик деген жарнама мақсатымен таныстық, басқа бір сілтемеге жіберетін жарнама түрі болған. Енді бүгін біз басқа мақсаттарды қараймыз. ADS менеджерге кіреміз, өз аккаунтымызды таңдаймыз. Мен мына аккаунтты таңдай салайын, алдында жасаған. Міне мына жерден ADS-қа кіресіздер, таблица түріндегі жасау дегенді басамыз. Бұл жерде мақсаттар тізімі ашылады. Міне бұл жерде көпшілікке танымалдылық, трафик, қатысу, вовлеченность және лиды дегендер бар. Біз танымалдылық деген мақсатты таңдаймыз, ары қарай деп басамыз. Мына компания деген бөлімде біз атауын тест деп өзгертеміз және жарнама тобына өтеміз. Бұл жарнама түрінде біздің мақсатымыз көбірек аудиторияға көрсетілу. Сондықтан біз осыны қалдырамыз. Мысалы, трафикте сізді 800-1800 адам көрсе, танымалдылықта сізді 11.000, 10.000 адам көре алады. 5 есе көп. Бір жаманы, олар мүлдем сіздің керекті аудиторияңыз болмауы мүмкін. Бірақ бұл жарнама түрін қолданған жөн, өйткені сізді көп адам білгені маңызды, сондықтан осыны біз қалдырамыз. Басқаларын да қарап көрсеңіз болады, мен көбінде осыны қалдырамын. Өзіңіздің парақшаңызды таңдайсыз, мен осы таргет деген парақшаны ала салайын. Ары қарай бюджетін қоямыз, $1 қоя салайық. Қамтуы міне 6000 адам деп тұр, сонша адам сіздің жарнаманы көреді. Трафикте бұл бюджетке аз адам көреді, 800-1800 аралығында ғана болған. Ары қарай керек болса, уақытын, күнін өзгертеміз. Қашан жарнама басталу керегін. Ауыстырмаса да болады. Ары қарай жарнама қай жерде көрсетілетін мекенін өзгертеміз. Бұл жарнама түрінің ерекшелігі, біз көп жерге жарнама берсек болады. Мысалы, сізге онлайн жібере беретін товар болса, мысалы, басқа мемлекетке де жеткізе алсаңыз, онда максималды мекен қойсаңыз болады. Мысалы, маған каналыма жазылған адамдар керек болып жатса, мен көбі білсін деп осы Қазақстанның бәрін қалдырамын, және мысалы Қырғызстанды да қосса болады. Сонда тағы жаңа аудитория қосылады. Қазірше алып тастаймын, бірақ сіздерге осылай қолдануға болатын көрсетіп жатырмын. Детальды таргетті мына жерде жасаймыз. Бірақ бұл жерде детальді таңдау жасамасаңыз болады. Немесе азын-аулақ 22, мысалы 59 жасқа дейін деп және сұлулық деп бір орташа бір таңдау жасай салсаңыз болады. Кішкене үлкенірек бір аудиторияны алып, соны қоя салсаңыз болады. Детальді таргетсіз де бұл мақсатта бола береді. Өйткені бұл танымалдылыққа жүретін мақсат. Жарнама жүретін платформаларды таңдаймыз, кіреміз. Facebook, Instagram'ды қалдырамыз. Видеолента, маркетплейс керек емес, оны алып тастаймыз. Stories пен Reels'ті қалдырамыз. Қалғанын бәрін алып тастаймыз. Мына жақтан қараймыз, аудитория саны 10 миллиондай болып тұр. Оның ішінде 4800 адам көреді деп тұр. Жоғарыға шығып, атауын ауыстырамыз. Бәрі Қазақстан 22+ деп атауын ауыстырып жазамыз. Болды, осы толтырғанымыз жеткілікті. Жарнама бөліміне өтеміз. AD1 деп жазамыз. Бұл жарнама атауы. Facebook парақшасы автоматты түрде көрсетіліп тұрады. Instagram'да мына жерге жарнама жасау немесе пост таңдау деген біреуін таңдасақ болады. Жарнама жасауды таңдасаңыз, видеомен немесе фотоны компьютерге жүктеп, сол жерден жүктеп аласыз. Мына жарнамаға мына жерде құсбелгі қала берсін. Ол деген жаңағы басқа жарнама берушілермен бірге Instagram'ның басты бетінде көрсетілетін қазіргі шыққан жаңа бір түрі. Сурет таңдаймыз. Мәтінді жазамыз.
көбірек бір мәтін жазасыздар жарнама түрінде, ары қарай деп басасыздар. Мен кез келген сурет таңдай салайын. Лентада, сториста қалай болатынын тексереміз. Дайын дегенді басамыз. Бұл жерде музыка қосуға да болады мына жерде. Болды, осымен біз жарнама жасап болдық. Енді екінші жарнама жасау үшін көшірмесін жасаймыз. Ады 2 деп жазамыз. Ары қарай біз Инстаграмдағы постты алу дегенді қолданамыз. Ол үшін біз қолдану деп таңдаймыз. Ары кіріп Инстаграмымызға өтеміз да керек постты таңдап аламыз. Бұл Reels болған соң, жүктелген кезде мына жерде дұрыс емес деген бір ескертулер шығып тұр. Мысалы, мына ұзын сурет болған соң, бұл жаңағы лентаға келмейді деп тұр. Солай болса, қайтадан кіресіздер де басқа таңдау жасап, басқасын таңдап аласыздар. Бұл мәтінмен жүктеледі, бірыңғайлысы. Өзіңіз мәтін жазып жүрмейсіз. Мына жерде сілтеме бастырмасының атауын таңдасаңыз болады. Толығырақ, хабарлама жіберу деген сияқты. Біз Инстаграмға хабарлама жіберу деген таңдаймыз. Сол кезде астында мынандай сұрақтар шығады. Директке адамдар өткен кезде осы сұрақтар шығып тұрады. Өзгерту деп басып, сұрақтарды өз қалауыңызбен өзгертсеңіз болады. Мысалы, мына жерде не көмек бере аламыз деген жерде өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазасыздар өз қалауларыңызбен. WhatsApp-қа хабарлама жіберуді таңдасақ, тағы да сондай сұрақтар шығып тұр. Және біз толығырақты таңдасақ, бұл жерде WhatsApp-қа жібереді. Немесе біз ешқандай бастырманы таңдамасақ та болады. Ол кезде біз деген толығырақты басқан кезде Инстаграмға адамдар өтеді. Мына жерде Инстаграм сілтемесін қойса болады, немесе WhatsApp сілтемесін қойса болады. Егер WhatsApp сілтемесін жасауды білмесеңіз, мына жерде көрсетейін. Мына жерде va.me/ ол қисық сызық және телефон номеріңізді жазасыз. Соны көшіріп аласыз да жаңағы жерге қоясыз. WhatsApp сілтемесі осылай жасалынады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менен бір кеңес, егер сіздердің жазылушыларыңыз, подписчиктеріңіз көп болсын десеңіздер, осы мақсаттардың бәрін қолданған жөн, трафикті де, танымалдылықты да, қатысуды да. Солай сіздің жарнамаңыз жақсы жұмыс жасайды. Менен сондай бір кеңес. Рахмет назарларыңызға. Көріскенше.